Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, құрметті бауырлар. Мына жерде араб тілінің әліппесі. Араб тілі жалпы 28 әріптен тұрады. Араб тілінің әліппесі 28 әріп. Оның барлығы дауыссыз әріптер. Мынадай алиф, вау, я деген 3 созу әрпі бар. 25 дауыссыз, қалған 3-і созу әріптері. Енді барлығы, араб тілінде үлкен әріп, кіші әріп деген жоқ, барлығы бірдей. Сонымен қатар араб тіліндегі әріптер қарап отырсаңыз, бір-бірінен нүкте арқылы ажыратылады. 1 нүкте, 2 нүкте, 3 нүкте, астынан нүкте, немесе үстінен нүкте, осындай нүктелермен ажыратасыз. Бірақ қарап отырсаңыздар, мынаның барлығы, міне мысалы 3 әріп, бұлар міне осындай жұпты әріптер. Міне мынау б, т, ф деген 3 әріп айырмашылығы нүктеде. Сол секілді дыбысталу жағынан да бір-біріне ұқсас әріптер бар. Мысалға х, хо, х деген секілді. Енді бірінші әліппеден бастасақ, онда мына қазір әріптердің астында берілген транскрипция, бұл әріптердің атауы, алфавиттегі атаулары. Ал ендеше бір оқып шығайық. Алиф, алиф, б, т, т. Мына асты сызылғансы бұл сақау. Тілдің ұшы екі тістің, алдыңғы екі тістің ортасынан сәл шығып тұрады. Тілдің ұшын үстіңгі және астыңғы тіспен сәл екеуінің ортасынан шығарып, сақау ф деп шығарасыз. Ф, джим, х, мана джим, ж емес, ч емес, джим, дж. Мана жай ғана жим емес, джим. Кейін х, мына әріпті қазір өзіңізге бұлай белек қойсаңыздар болады. Бұл кейін қалай дыбысталатынын, әріпті дұрыс шығаруды кейін бірте-бірте ептеп үйренерсіздер. Х, хо, тамақ тақырлатып айтамыз. Дәл, мына асты сызылған, бұл сақау з. Анық з емес, вәл. Жаңағыдай тілдің ұшын үстіңгі және астыңғы екі тістің ортасынан шығарып, жаңағыдай сақау етіп айтасыз. Вәл, ро, зә, син, шин. Міне мынау шин емес, жіңішке, щеткадағы шин, ша әрпі, шин. Соды, боды, то. Мына жерде сақау және жуан. Зо емес, во. Мына әріп, тамақ арқылы шығатын әріп. Айн. Сізде алғашқыда қиындық тудыру мүмкін мына екі әріп. Х және айн. Өзіміздің қазақ тіліндегі ғарышкер, ғарыш деген кездегі ғ әрпі. Ғойн, ф, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау, кейін мәні х әрпі, қаһарман деген кездегі х. Бізде 3 міне. Біріншісі х, тамақпен, хо, одан кейін х. Кейін соңғарып, я әрпі. Барынша жаттауға тырысыңыздар. Бөлек 3 әріптен, кейін 4 әріптен, одан бәрі 5 әріптен, 7 әріпті, кейін астыңғы жетеуін қосып, ақырын жаттауға тырысыңыздар.
Оны болған соң мына келесі беттегі мына бетті ашасыз, келесі екінші бетті. Бұл жерде астында транскрипциясыз қандай әріп екенін көрсетусіз сізге былай арабшасы ғана берілген. Жаңа жаттағаныңызда былай қайталап шығуға тырысасыздар. Мына алиф, ба, та, фа, джим, ха, хо, дал, зал, ро, за, син, шин, сад, дад, та, ва, айн, ғайн, фа, қаф, каф, лам, мим, нун, вау, ха, я. Мына бұл жерде былай істеңіздер, алдымен диктофонға немесе видеоға өзіңіз білесіз. Диктофонға былай оқып шықсаңыз болады, немесе экранда видеоға түсіріп отырып былай атап шығыңыздар. Былай атап шығасыздар, кейін оны дұрыс айттыңыз ба, жатталды ма, мынау алдыңғы беттен тексересіздер. Келесі үшінші бетте араб тілінде, бізде қазақ тілінде дауысты әріптер жуан жіңішке болса, а деген секілді. О, ө деп бізде жуан әріптер дауысты дауыссыз, жуан дауысты әріптер жуан жіңішке болып бөлінеді. Араб тілінде дауыссыз әріптер бөлінеді, жуан және жіңішке болып. Мысалға, мана бізде әріптерді атаған кезде мына жерде тә деген бар, то деген бар. Мысалға, дәл деген бар, дод деген бар. Мына жерде бізде мынау ро әрпі бірде жуан, бірде жіңішке болады. Қалғаны мына ромен қосқан кезде 8 әріп араб тілінде жуан әріптер. 8 әріп. Қалғандары жіңішке. Не себепті жуан дейміз? Себебі қараңыздар. Наны дәл деп, дә, әмен жіңішке айтамыз. Наны доды деп, доды жуан айтамыз. Омен. Мына жақтан тағы бір оқып шығыңыздар. Жуан әріптерге көңіл бөліңіздер. Оның не үшін керек екенін келесі сабақтарда түсінесіздер. Алдағы сабақтарда. Алиф, ба, та, фа, джим, ха, хо, дал, зал, ро, за, син, шин, сады, дады, та, ва, айн, ғайн, фа, қаф, каф, лам, мим, нун, вау, ха, я. Осылай айтып шығасыздар. Бұны да алдымен диктофонға кейін өзіңіз қосып тексерсеңіз болады. Енді келесі төртінші бетте мынадай шашыраңқы түрде берілген, рет-ретмен емес, орындары шатастырылып берілген. Мына оң жақтан сол жаққа қарай сіз айтып шығуыңыз керек. Бұл да видеоға немесе диктофонға жазып алып, кейін артынша тексеріп отырыңыздар. Егер де мынаны жақсы жылдамдықпен тез айтып шығатын болсаңыз, әріптер сізде жақсы жатталды деген сөз болады. Алдымен мына оң жақтан үстінен сол жаққа қарай бай төмен түсе бересіздер. Бод, я, алиф, фа, нун, фа, каф, джим, айн, дал, син, за, ва, мим, сад, қаф, ха, ғайн, ха, вау, ро, та, ба, лам, зал, та, ха, шин. Осы айтып шығасыздар. Кейін сол жақтан оң жаққа қарай былай жоғарыдан төмен түсіп шығыңыздар. Каф, фа, нун, фа, алиф, я, бад, мим, ва, за, син, дал, айн, джим, ра, вау, ха, ғайн, ха, қаф, сад, шин, ха, та, зал, лам, ба, та. Одан барып астынан оң жақтан сол жаққа қарай жоғары, кейін сол жақтан оң жаққа қарай астынан үстіне көтеріліп шығасыздар. Одан барып сол жақтан үстінен астына түсіп шығыңыздар. Каф, мим, ра, шин деген секілді былай түсіп шығыңыздар. Оң жақтан түсесіз, сосын кейін көтерілесіз, осылай жаттауға тырысыңыздар. Енді осымен бірінші сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.